господа офицеры, сержанты, солдаты и дорогие гости. Нам очень приятно приветствовать вас на празднике, посвященном ко Дню ракетных войск и артиллерии. Прежде чем начать наше торжественное мероприятие, разрешите представить слово командиру нашей части, временно исполняющей обязанности подполковника Алхамбаева Марату Нурмухамедовичу. Барлықтарыңа әрдайым армысыздар деп айтамын. Бүгін біз жиналып отырмыз. Бөлім командирінің рұқсатымен, қолбасшының рұқсатымен арнайы сенбі күнінің сәтіне түсті 4-ші қазан күні болған мерекемізді атап өте алмадық. Сондықтан арнайы бүгінге сенбіге осындай мерекелік концерт ұйымдастырып отырмыз. Ешкі болса кеш лучше поздно, чем никогда. Сол сияқты бүгін мерекелігімізді дұрыстап өткізейік. Бәрімізге жақсылық. 2020 жылы Қазақстан Республикасының президентінің бұйрығымен бекітілген мерекеміз 4-ші қазан артиллерия күні болып саналады. Сондықтан 22 жыл өтті. Соны 4-ші қазан күні Саптық алаңда жай ғана атап өтіп митинг өткізіп грамотамызды бердік. Енді концертімізді ұйымдастыра алмадық. Сондықтан сол сәт бүгін кешіп отыр. Барлықтарыңды өткен мейрамдармен құттықтаймын. Жеке құрам жанұялар келіп отыр. Сарбаздар бар. Барлықтарыңа жақсылық, отбасымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, соғыс болмасын. Соғыс болса біз бәріміз әрқашан дайынбыз. Сол үшін күнде жаттығамыз, сапта тұрамыз. Барлықтарың мерекелігімен құттықтап, және білері қалып қалған беретін мадақтамаларымыз бар. Өткен жол болмаған әскери қызметшілер бар, солдаттарымыз бар. Соларға құттықтап, әрі қарай концертімізді жалғастырамыз. Мерекеміз құтты болсын. Қатардағы Қасибек Азамат Асқарбайұлы. Ракет әскерлері және артиллерия күніне орай мемлекеттік құқықтық және жауынгерлік дайындықтың жоғары деңгейін көрсеткен, әскери техниканы жоғары деңгейде меңгеру және жоғары әскери тәртіпті қадағалағаны үшін 7-ші өзімен жүретін артиллерия батареясының сарбазы есеп топ нөмірі қатардағы Қасибек Азамат Асқарбайұлы марапатталады. Әскери бөлімнің басшылығы, бірінші өзіңен жүретін артиллерия дивизионының, бірінші өзіңен жүретін артиллерия батареясының бөлімше командирі, зеңбірек бастығы сержант Абуталимов Болатхан Мырзабекұлы. Бар ма? Оның жұбайы Абуталимов Балнұр Қанатовнаны. Сержант Абуталимовтың 2022 жылғы оқу кезеңінде жауынгерлік және дене даярлығында көрсеткен жоғары жетістіктерге елеулі үлес қосқаны үшін құттықтайды. Жанұяларыңызға зор денсаулық, аспазбан, берекемен бірлік, бақыт пен қуаныш тілеймін. Айқындалған талаптарды, жауынгерлік міндеттерді мүлтіксіз орындап, және әскери қызметтің қиындықтарын табандылықпен төзе отырып, әскери борышына адал және әскери антқа берік болғаны үшін 10-ші әскери бөлімнің басшылығы 2-ші өзіңен жүретін артиллерия дивизионының 5-ші батареясының бөлімше командирі сержант Бишебай Мирлан Сайлаухановичті, жұбайы Төлеуғанова Меруерт Миржановнаны құттықтап, жанұяңызға зор денсаулық, аспазбан, отбасыларыңызға береке мен бірлік, бақыт пен қуаныш тілеймін. Қайта беру.
қырағылығымен жаңағы забордан секіріп кірген құқық бұзушы ұсталған. Оған мен 2 күн бұқадай бердім. Беттім ба? Бір күн жіберді дедім, 2 күн өзіңе берді дедім ғой. Ноқта Ерлан қасап шығарам. Үшінші өрісіндегі артиллерия дивизионы 8-ші артиллерия батареясының бөлімше командирі аға телефонист сержант Нұрбек Жанатбекович Жұмаханов 2022 жылы оқу кезеңінде жауынгер және дене даярлығында көрсеткен жоғары жетістіктерге жетуіне үлес қосқаны үшін жұбайы Балнұр Қайратқызын марапатталады. Шембір әскери бөлімінің басшылығы, артиллерия дивизионының 11-ші артиллерия батареясының жауынгерлік басшылығы командирі сержант Рахатов Ақжол Рахатұлын және жұбайы Маратова Толғынай Амангелдіқызын сержант Рахатовтың оқу кезеңінде жауынгерлік және дене даярлығында көрсеткен жоғары жетістіктерге үлес қосқаны үшін құттықтап марапаттайды. Жанұяларыңызға зор материалдық техникалық қамтамасыз ету батальонының материалдық қамтамасыз ету ротасының бөлімше командирі кіші сержант Сыдықов Елтай Болатовичтің жұбайы Төлеубаева Жанар Қайроллаеваны құттықтап, жанұяларыңызға зор денсаулық, ашық аспан, отбасыларыңызға береке мен бірлік, бақыт пен қуаныш тілейміз. Бар ма Елтай?
материалдық-техникалық қамтамасыз ету ротасының бөлімше командирі сержант Жарылқасынов Мадияр Ақелдіұлы және жұбайы Жарылқасынова Ажар Бейбітқызын 13 жедел әскери бөлімінің басшылығы материалдық қамтамасыз ету батальонның басшылығы құттықтайды. Жанұяларыңызға зор денсаулық, ашық аспан, отбасыларыңызға береке мен бірлік, бақыт пен қуаныш тілейді. Вот здесь должны стоять побольше народу. Это самый достойный по оценке командиры подразделений. Поэтому всем женщинам, которые здесь стоят, огромное спасибо за такую подготовку ваших супруг, соседей по кровати, не знаю, как там называть. Постоянно держите марку. Ну давайте одну фото сделаем, в общем ходе, да? Потом по местам. Казахстан, номер 162 от 28 сентября 2022 года, подполковника Буденова Рустама Темирбековича, заместитель начальника штаба, начальника оперативной службы штаба войсковой части 10-101. Особо занимаемую должность назначить заместителем командира части по огневому поражению, начальником отдела артиллерии войсковой части 30-217, 8-я бригада, город Семей. Құрметті Рүстем Темірбекович, сізге зор денсаулық, бақытты өмір. Еңбекте табыс тілейміз. Ақ жол, ізгіліктің нұрын ашар маңайға, адамсыз ғой үлгі болар талайға. Жақсылықты өзіңізден көп көрген, ұтпай әріптестер алайда. Үлгі болған үлкенге де жасқа да, сыйлар сізді әріптестер басқа да. Жұмысыңыз жемісті болып әрқашан, әлі талай елестерге, самға да, деп ізгілікпен бригаданың бүкіл жеке құрамы тілейді. Когда я был в отрыве, всегда Темирбек оставался за меня. Никогда не переживал, что он подведет, что он сделает. Маленький черта есть у него. Любит поспать это все. Кто не любит спать? Поэтому это исправимо. Стал заместителем командира части. Догнал уровень заместителей нашей бригады. Поэтому дайте маленький слово предоставим. Господин полковник, господа офицеры, господа военнослужащие по контракту солдат службы, я очень рад, то, что я на протяжении 2 лет артиллерийской бригады очень сильный коллектив по сравнению, не буду сравнивать с частями, но хочу пожелать вам всего самого наилучшего, удачи, боевой подготовки, воспитательной идеологической работе, а также здесь присутствующим семьям здоровья, благополучия, и по много денег вашим семьям. Всем пожелаю большой трибуны на повышение уходить. Как сейчас мой заместитель. Такой замечательный день. Провожаем
концерт, в честь него, в честь праздника, в честь нашей бригады. Все зависит от нас, господа. Все можно успевать, все должно быть. Все задачи, которые поставлены перед нами, они все выполнимы. Поэтому поставленные задачи, она никогда не будет сниматься. Поставлены сроки, все к исполнению. А теперь осталась приятная часть. Всем желаю успехов, отдачи зала должна быть, когда выступают выступающие. Разрешаю, даже могу приказывать, что подняться, можно танцевать. Должна быть отдача от зала. Тогда будет выступающий, хорошо будет чувствовать себя. Давайте, приятного просмотра. Признание заслуг специалистов военного дела. Вопрос разрешения задач безопасности и обеспечения обороны нашей страны. Эта памятная дата призвана способствовать развитию и возрождению отечественных воинских традиций, а также повышать престиж военной службы. Артиллеристы, праздничный приказ. Вас поздравляем, славное сословие. Артиллеристы, отчизна ценит вас. Желаем мира, счастья и здоровья. Армысыздар, ардақты азаматтарымыз, ағалар біздің кеңіртау асқарымыз, құтты болып мереке баршаңызға, жолын қуар солардың жастарымыз. Халқымызда яңы деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың ержүрек істеріне сай, сый құрмет көрсете отырып, отбасыларымызға амандық, береке бірлік, еңбек пен жеміс, шығармашылық табыстар тілейміз. Бүгінгі зымыран күштері мен артиллерия күніне орай мерекелік концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Дорогие гости, чтобы выразить глубокое уважение нашим военнослужащим, предлагаем начать этот наш концерт с вокально-инструментального ансамбля «Алга» с песней «Қызыл Раушан». Встречайте. Давай, колонна.
Секунду. Для всех.
должна быть домра. И люди, пришедшие в гости, сидят за досадханом, играют на однопле, поют песни, такая жизнь казахского народа. Как говорится, надо сказать казахмес, надо сказать домра. Следующая музыкальная композиция «Терпе» в исполнении Сабина Робека. Saralar azlar, sankıllar
Бәрекелді, бұл болса қалақтарыңыз.
рахмет. Алдарыңызда. Қасиеттің киелісі өнердегі сыйлайды олардың баша жаңа. Мерекелік концертіміздің қонақтары, ауданымыздың мәдениет үйінің Тамирис тобының биін сіздердің қошеметтеріңізбен тамашалаймыз.
Всем участникам огромное спасибо. Группа Тамирис, спасибо отдельно. Девчонкам, которые пришли, нашему коллективу, офицерам, военным по контракту, которые выступили перед нами, коллективу Макс Байк, во главе с тобой. Всем огромное спасибо от вашего имени и маленький поздравительный грамота. Ракета әскерлері артиллерия күнінің 80 жыл толуымен артиллерия әскерлері қалыптасқан 640 жыл толу мерекесіне орай және Қозыкөрпеш Баянауыл аягөз аудандық мәдениет үйінің өздерінің осы ұйымдастырылған іс-шараға белсенді қатысқаны үшін Тайл би тобы. Осындай марапаттаумен аягөз аудандық мәдениет үйінің әншісі Турганова Алима. Байыртал би тобының негізін қалаушы және жетекшісі Сеткалин Болат Кабденович. Бәріміз жетістік ете берейік. Мерекем жалғасқа берсін. Бәріңе жақсы демалыс. Рахмет. Все, дорогие командиры. Вперед, на вашем отражении. Активность зала 0. Это очень плохо, господа. В чем стремиться? Мы один коллектив, должны выступать. Их должны поддерживать перед залом. Вот это тогда будет нормальное выступление. Правильно?